Алдыңғы видеода тұмаудың және ЖРВидің айырмашылықтары туралы айттық. Енді бүгінгі видеода осы екі аурудың емі туралы айтамыз. ЖРВидің және тұмаудың емі бұл дәрі-дәрмекті, оның ішінде антибиотикті оңды-солды іше беру емес. Бұл организмге вируспен күресуге көмектесіп, оған оңтайлы жағдай жасау. Яғни иммундық жүйеге, өзіміздің иммунитетімізге өзінің жұмысын жасауға мүмкіндік беру. Ең алдымен терезелерді ашып, таза ауа кіргізіп, вирусты азайтамыз. Вирус тек ауа арқылы емес, контактылы жол арқылы да берілетін болғандықтан, үйдің шаңын сүртіп, қолымызды үнемі жуып таза ұстаймыз. ЖРВиге шалдыққанда тек симптоматикалық ем жүргіземіз. Симптоматикалық дегеніміз симптомдары, яғни белгілері, қандай белгілері көрінеді, соны ғана емдейміз. Көп сұйықтық іше береміз. Бұл өте маңызды. Себебі организмнің вирустық интоксикациясын азайтады, яғни вирустың организмге улы әсер етуін, вирустың уларын азайтады. Көп су ішу арқылы азайтамыз. Жылы күйінде морстар, компот, сорпа ішеміз. Егер дене қызуы 38 градустан асып кетсе, онда парацетамол, ибупрофен препараттарын, дәрілерін қолданамыз. Бұл дәрілерді қолданудың да өзінің ерекшелігі бар. Жиі қолдануға болмайды. Өйткені парацетамол ол бауырға токсикалық әсер етеді. 4-6 сағаттық аралығына қарап және салмаққа байланысты өлшеп қолданамыз. Егер мұрын бітелсе, ксимелин, нафтизин тамшыларын, спрейлерді қолданамыз. Бірақ бұл спрейлердің өзін 3 күннен 5 күннен артық қолдануға болмайды. Себебі бұл тамшылар тәуелділік тудырады. Одан кейін сіз бұл спрейлерсіз, тамшыларсыз тыныс ала алмайтындай сезініп, сондай күйге түсесіз. Осы тамшыларды қолданып болғаннан кейін, мұрын бітелгені ашылған соң, мұрын қуысын тұзды сумен немесе физ ерітіндімен жуу керек. Долфин атты мұрын жуатын арнайы құрылғыны дәріханадан сатып алсаңыз да болады, өте ыңғайлы. Мұрын қуысын жуған кезде ондағы артық сілемей микроб денелерін шайып, мұрынның кірпікшел эпителийдің жұмысын қалпына келтіреді. Ал тамақ ауырса, тұзды сумен, фурацилин ерітіндісімен тамақты шаюға болады. Арнайы постилкілер бар, соларды соруға болады және емдік спрей шашуға болады. Егер сізде ЖРВи белгілерінен гөрі ауыр ағымда өтіп жатса, немесе тұмауға шалдықтым деп күдіктенсеңіз, онда жедел жәрдем шақырғаныңыз жөн. Тұмауды тек стационар жағдайында, инфекционист мамандардың қарауында ғана емдеу керек. Енді тұмауға келетін болсақ, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының, яғни ВОЗ-дың ұсынысы бойынша тұмаудың вирусына қарсы әсер ететін эффективті 2-ақ препараттар бар. Ал қалған дәрі-дәрмектердің препараттардың барлығының да ешқандай әсері жоқ. Жаңағы әсері ететін 2 препарат дегеніміз ол тамифлю, ацетамивир негізгі заты. Осы препарат және реланза занамивир деп аталатын препарат. Әдетте суық тиіп, мысалы ЖРВимен барсаңыз, тұмаумын деп ойлап барсаңыз, көп тағайындалатын дәрілер, мысалы виферон, анаферон, ингавирин, кагацил, граприносин, бұлардың барлығы вирусқа қарсы эффективтілігі және әсері көптеген зерттеулер жүргізгенде дәлелденбеген. Яғни ешқандай эффективсіз әрі қымбат тұратын препараттарды сатып алып, қаражатыңызды желге ұшырасыздар. Ал асқынбаған ЖРВи және тұмаудың емінде антибиотиктер қолданылмайды. Себебі антибиотиктер ол аты айтып тұрғандай антибиотик, яғни тірі нәрселерге қарсы, бактерияларға қарсы нәрсе. Ал вирус ол вирустарға әсер етпейді. Оны тек бактериалды қабыну болып жатқан кезде ғана дәрігер тағайындайды. Антибиотик ішкен жағдайда дисбактериоз немесе антибиотикке деген сезімталдылықты шақырасыз. Яғни көп антибиотик ішу арқылы, әр нәрсеге боласыз антибиотик ішу арқылы, келесте ол антибиотикке сіздің бактерияларыңыз үйреніп кетеді де, ол антибиотик сізге әсер етпей қалады. Және сонымен қатар
көп балаларға әсіресе қолданылатын ол оксалин майы. Ол оксалин майын мұрнынан су аққанда, салқын тигенде, ЖРВИ болғанда баланың мұрнына жағып қою арқылы сіз керісінше зиян тигізесіз. Себебі оксалин майы мұрындағы кірпікшелерге жабысып, кірпікшелердің қозғалуына қиындық туғызады. Нәтижесінде ауадағы вирус, бактерия, шаң-тозаңның барлығы баланың тыныс алу жолына өтіп кетіп, зиян тигізеді. Ал негізінде ол кірпікшелерде ұсталып қалып, ауаны фильтрлеп, таза ауаны тыныс алу жолына өткізетін қызмет атқарады. Сол себепті бұл оксалин майын да қолданудың қажеті жоқ.